Персоналды басқару бөлімі кадр саясатын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше. Бөлімнің ережесіне сай, судьялар мен сот қызметкерлерінің жеке істерін кадр жүйесіндегі карточкаларын рәсімдеуді, облыстық сот төрағасының өкімдерін, департамент басшысының бұйрықтарын дайындауды, мемлекеттік қызметшілерге қатысты тәртіптік іс жүргізу бойынша қызметтік тексеруді, жыл сайынғы бағалау бойынша материалдарды рәсімдеуді және есебін дайындауды жүзеге асырады. Судьялардың мемлекеттік қызметшілердің штаттық және нақты санын құруды, судьялыққа кандидаттардың тағылымдаманы өту жұмысын үйлестіреді, сот жүйелігіне қажетті құжаттарды дайындап жолдайды, әскери есепке алуды, еңбек кітапшаларын толтыруды қамтамасыз етеді. Судьялар мен сот қызметкерлерінің еңбек өтілін есептеу жөніндегі мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік, бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға конкурс өткізу туралы комиссиялардың жұмысын ұйымдастырады. Кадр жұмысын қалыпты жүргізу мақсатында өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл орнатады. Бөлім басшысы Дүйсенова Жанар Сексенбайқызы мен бөлім қызметкерлері кадр жұмысын сапалы жүргізіп келеді.